Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі сабақта Кегел ринг жарысын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта үйренетініміз Кегел ринг туралы түсінік және жарыс ережесі. Робототехникадағы жарыстардың бір түрі Кегел ринг деп аталады. Бұл жарыстағы роботтың мақсаты сақина шеңберінен кегелдерді аз уақыт ішінде итеріп шығару. Кегел ринг ойынында робот сақинаның рингтің ортасында орналасады. Кегел рингтің бірнеше түрі бар. Кегелдердің түстерін тану ойыны, белгілі бір түстегі кегелдерді ғана ығыстырып шығару керек. Және кегелдің орналасқан жерін тауып ығыстыру ойыны және тағы басқа түрлері бар. Кегел ретінде пайдалануға болатын заттарға жеңіл әрі көлемді заттарды пайдалануға болады. Кегел ринг ойынына қатысу үшін робот түс датчигіменен және ультрадыбыс датчигіменен жабдықталуы керек. Енді олай болса, біз Кегел ринг ойынының бағдарламасын құрып көрейік. А және В моторларын іске қосуымыз керек. Және біздің Кегел ринг алаңында 8 кегел орналасады. Сондықтан да біз яғни рингтен кегелдерді 8 рет қайталап шығарып тұруымыз керек болады. Сондықтан біз 8 рет қайталауды алатын боламыз. 8 рет. Және установить движение ускорениені біз медленно қылып аламыз. Ондай блок бізден мына жерден жоқ болатын болса, біз төменгі жақтан мои блокидің астындағы қосымша блоктарға белгі қойып, өзімізге қосып аламыз. Осы жерден установить значение ускорения движения дегенге біз медленно деп алатын боламыз. Одан кейін установить скорость береміз. Скоростымызды біз 70 қылып алайық. Енді біз датчикті қоюымыз керек болады. Ол үшін біз повторять пока не дегенді алып, осы жерден біз ультрадыбыс датчигін алайық. Бізде ультрадыбыс датчигі D датчигінде орналасқан, және ол 6 сантиметрден көрінгенше ол үнемі біздің роботымыз алға жүріп өтсін. Егер 6 сантиметрден кедергіні көріп қалатын болса, онда ол тоқтайды және кішкене күтсін. Мысалы 0,5 секунд дейік. 0,5 секунд күтіп, ары қарай, алдыға қарай оны итеру керек. Итеріп тастау керек сақинаның сыртына. Ол үшін біз алдыға қарай 20 сантиметр деп алайық. 20 сантиметр алдыға қарай итеріп тастайды. Сосын кішкене тағы күтеді. 1 секунд күтіп, кейін қарай орнына келу керек. Орнына келген кезде біз жобамен оны 50 сантиметр жүретін қылып алайық. Және орнына келіп, келесі кегелді итеру үшін сақина сыртына ол бұрылу қажет болады. Ол үшін бізге движениеге барып, бұрылуды аламыз.
100-ге бұрылады. Жүз қылайық. Және мына жерді градуспен берейік. 120 градус. Біздің бағдарламамыз дайын. Енді осы бағдарламамызда кегел ринг жарысында роботымыздың ойынын көрейік.